Пошаиваем, ведь слайс, сосын үйдегі жүргісі қосат болса барша ағапке жезі жеңге әні қарындас келін күйеу бала бәрі шағайық. Енді мен сізден сұрайыншы, сіз кім боласыз? Қошемет бар ма? Айдостың туған әпкесі мына жігітті айтасыздар, иә? Танисыздар ма мен қасында оң жақтағы жігітті? Ал Әселдің жолдасы, Әселдің сүйген жары Ер азаматы, яғни осы өлеттің күйеу баласы. Бір мінекей қол ұстасып жөн сілтесіп шапқылап жүрсіздер. Кейін сіз маған не? Мен сізді оператор екен деп қаптым. Бүгінгі тойдың басынан бастап осы кісінің қолында сіз едіңіз ғой. Негізі память көп қой деймін. Мен ертең болды мына кісіден сұрайтын болдым, ана видеоны сұрайып, бір не жасаймыз бүгін. Ана жігіттердің әндері бар, бәрін түсіріп алған осы кісі. Егер әнін сұрасаңыздар, видео керек болса осы кісіден сұрайсыздар. Ал енді құрметті аға әпкелер, аға жеңгелер, әпке шешелер, той құтты болсын. Бүгінгі енді осындағы осы біздің ағамыз бен анамыздың тойын көтеріп, осы біздің той ғой, жақсылығымыз ғой, қуанышымыз ғой деп бөлінсе, осы келген қонақтарымыздың ақ дастарханында барлық тәтті тағамдар табылсын деп жүгіріп жүрген ол өздеріңізсіздер. Негізі. Сондықтан да енді үлкенімізден бастайық. Анамыз бастасын, жастар қоштасын, иә? Бір ауыз сұрайыншы, көршілер тағы келді ме, келмеді ме? Сұрақ қояйын. Одан кейін ренжіп жүрмеңіздер, көршілер. Құрметті қалайық, өте қуаныштымыз. Осы құдалығымыз жақсы өтіп жатқанынан. Енді бірінші очередь мен осы любимый ағама, Асылбек ағама, Гүлнар жеңшеме бақыт, жақсылық тілеймін. Осындай балдары айдай жарқырап қосылып жатқандарына, шаңырақтары биік болсын, әрдайым қуаныштар келе берсін, жақсылықтар осы әулетке. Айдосжан мен Гүлімжан екеуі бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын, денсаулықтары мықты болсын, бар жақсылықты тілеймін. Құрметті құдалар, дядька, привет. Мына бүгінгі төрден алып отқан орындарыңыз құтты болсын. Бүгінгі қуаныш, мына дядька деп айтам, атын атамайым, жеңгем Гүлнар тәте. Барлығымызға ортақ, қуаныштарыңызға ортақпыз. Екі жас Гүлім мен Айдос бақытты болсын, мейірімді болсын, адамгершіліктерің мол болсын, махаббаттарың ұзағынан болсын. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. 3 күннен бері айтылып жатқан барлық жақсы тілектер орындалсын. Періштенің құлағына шалынсын. Барлықтарыңыздың отбасыңызға тек жақсылық тілеймін. Осы дядька, мына құдалар, мына кісі мұнда. Осы дядька өзі ерекше, бағана мамам айтып кетті ғой. Үйінің ең кішісі болса да, ең алдағы кісі болған паровоздың ең бірінші машинист, водителі. Барлығын өзінің артына ертіп, осында көшіріп, барлығымызды үйлі-күйлі қып осы жерге алып келген. Өзім лично осы кісінің қолында ең бірінші әжеммен бірге. Әжем секретар комитет комсомол болған, мен соқ. Комсомолка болғанмын. Қызылордадан мені алып келді дядькам. Сөйтіп есікке үй алып, үйлі болып, педколледжға оқуға түсіртіп, мені өзі тәрбиелеп өсірген. Осы кісінің қолында өсіріп оқып бітірдім. Осы кісінің TV-сімен жүремін. Айтатын ақылдары әрдайым құлағымда.
бұл кісінің айтатын ақылдарын айтсам ше, қазір бір жағынан күлкінішті болады, ал маған жайына түбіне жетсек, өте маңызды ақыл. Маған деп айтатын, бір үй салдың ба, оны жамай берме дейтін. Үй салсаң, оны жамай берме, ішін толтыра берме дейтін. Светің бар, жылуың бар. Мен соны балаларым айтам, өзім 2 ұлым, 1 қызым бар ғой, күйеу балам бар. Балаларым айтам, үй салдың ба, болды, ана ішін мебельге толтырып жамай берме. Жылуың бар, светің бар, суың бар ма, болды. Әрі қарай тірлігіңді жаса деймін. Осы кісінің сол ұраны. Сосын мен бір айтқан ақылы бедейді. Үлкен ұлым өзімен бірге қатарласып келе жатты, жолдасым марқұм болды. Үшеуміз де боевоймыз. Жолдасым да, ұлым да, мен де. Сол үшеуміз 3 жаққа тартамыз. Сол бір күні бедейді маған. Ұрысқан сөзі ғой бедейді. Лебедь рака щуп болмағаш дейді ғой. Маған айтқан сөзі, неге сен лебедь рак щуп боласың дейді, орыс ертегісін дейді. Сол кісі, оны мен ренжігенмін. Кейін жеңгем айтады, бар ана қарындасың ренжіп қапты деп. Соны диванда жатсам, телевизордың алдында, кухняда. Жіберген ғой, білесіз ба, Гүлнат есіңізде ма? Асылбек аға кепті, кішкентай 2 немерем бар, ол кезде жатырым. Бір кезде бала жанды өзі, баланы көтеріп, күлдіріп сөйтіп атыр, бірден білдім. Сосын лебедь шукарак деп алып кеп тұр ғой деп. Сөйтсем, жәке деп құшақтап айтып атыр ғой, кейіннен барып өсе келе, жасым келгелі, енді жас емеспіз ғой, енді түсініп жатырмын соны. Енді үйдегі балаларыма соны айтам. Қуаныштымын, рахмет, мына қуанышыңызға шынында, шын жүректен ең жақын деген бүгін келіп отыр, ортақпыз. Құрбан отауларың кең болсын, шаңырағы биік болсын, іші тек қуанышқа толы болсын. Дастархандарың әрдайым жақсылыққа, қуанышқа жайылсын. Гүлім жаным, осы жаңа келіндер келеді, жеңгелерімнің білмеймін, еркесін ба, еркелетер. Жеңгелерім айтам, ана жаңадан түскен келіндердің барлығын айтыңдашы, мен келгенде елер сәлем берсін деп. Сол, ең бірінші рахмет, көп жаса, бақытты бол, өмірлі бол. Ең бірінші сол сәлем беретін қайнапқаның бірімін. Бірақ жамандық тілемеймін, жақсы көремін, көңілім всегда ашық, ақ, пәк, тек жақсылық тілеймін. Матина. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгінгі осы келіп жеткен күн Айдос пен Гүлімнің осы бүгінгі биік шаңырақ құрған күні. Мама, папа, сіздерге бақыт тілеймін осындай күнге жеткендеріңіз үшін. Зор денсаулық. Осы қауым барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Ал қайырлы кеш, құрметті құдалар. Бүгінгі төрлеріңіз құтты болсын. Тәуелсіз мемлекетте биік шыңдарда аттарыңыз шыға берсін. Қуанышқа ортақпыз. 2 жас бақытты болсын. Ең басты взаимопонимание. Құдайым ұзағынан сүйіндіріп, тек жетістікке жете беріңіздер. Қуанышқа ортақпыз. Құрметті жаңа құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын, гүл бітсін. Қыздарыңыз үшін еш уайымдамаңыздар, алақанымыздай ұстаймыз, оны жасыратын жоқ. Өзімнен кейінгі інім бар, келінім бар, ана тому подтверждение. Мама, папа ешқашан бөлмейді, қызым, ұлым деп. Бір қыз енді 3 жыл, енді Құдай мені тағы да бір қыз сыйлап отыр, шүкір Аллаға. Бұл енді үлкен әулет, сосын қара шаңырақтың келіні болып отыр. Қара шаңырақ неге? Себебі бізде әжеміз болды. Именно Айдос, Асел мен Асет, Жандос осы әжемізбен бірге әжеміздің тәрбиесін алған балаларымыз, үлкен кісімен бірге өмір сүріп, ол кісіні бәріміз көрдік. Енді атамызды көрмесек те әжемізбен 83 жасқа дейін бізбен бірге болып, қазір бір домалап жатқан шығар, ең сүйікті немересіне өстіп, екінші өзінің бөлігін тауып, бақытты
өстіп біздің жолымызды берсін деп қуанып жатыр деп ойлаймын ол кісінің де. Барлықтарыңызға көп рахмет. Осылай қара шаңырағымыздың оты өшпей, осындай ақ дастарханда күліп ойнап жүре беріңіздер. Мына біздің папа мен мама Құдай берген екі құдалары бар, бірақ ол кісілерді құда деп айтпайды, әрқайсысын әбеке, бәке деп, Света қыз деп, ажар қыз деп атап кетеді. Енді Құдай бұйыртып аманшылық болып, сіздер де солай Гүлмира қыз, Сәкен деп, Сәбит аха деп, сөйтіп бір-бірлеріңізді өстіп күліп ойнап, баяғыдай бір дос болып, сондай бұрыннан танитындай болатындарыңызға мен сенімдімін. Өйткені біздің папамыз көңілі өте ашық, өзі жемесе де құдаларына бірінші апарып береді, не болса да бөлісіп жейді. Қолы өте ашық папамыздың. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Қыздарың үшін еш уайымдамаңыздар. Я в своего братика верю, он будет ее носить на руках. Қазірден бастап, даже кім Гүлім келмей жатып, Айсер, Гүлімге тиіспеңдер, өйтпеңдер. Ой, жаным, когда ты видел, чтобы я кого-то? Өзімнің екі қайнапам бар, бір сіңілім бар, Құдайға шүкір. Олар да мені алақанында ұстайды. Я с ними и шучу, и можно сказать, в общем, по-всякому. Так что мы все простые, да, все друг друга понимаем, так что в этом ешкім уайымдамаңыздар, ешқандай. Әселек бар. Армысыздар, ал төрге шыққан құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын. Кешелі бері 3 күннен бері сіздермен танысып, өстіп 2 жастың арқасында танысқанымызға өте қуаныштымыз. Бірінші дендеріңізге саулық деймін, отбасыларыңызға амандық деймін. Табысты болсын жұмыстарыңыз, дастарханыңыз тек қана осындай жақсылыққа жаясын. 3 күннен бері сіздер ұнап қалдыңыздар бәріңізге. Сәбит аға мен Гүлмира тәтені көрсем, өзімнің мама-папамды көргендей болам. Жүздері сондай жылы, папам сияқты сабырлы, күлімдеп паған жан екен. Ал енді 2 жасқа не тілейміз? Көптен күткен ұлы күн деп кешелі бері айтып жатырмыз. Айдос, Гүлім, сендерге тек жақсылық деймін. Дендерің сау болсын, шаңырақтарың есігінен де Гүліммен бірге, терезесінен де бақыт, байлық, барлық жақсылық Гүліммен бірге біздің үйге кіре берсін дегім келеді. Осы отырған кісілер бәріктеріңізге осындай той жұғысты болсын. Арамызда тек осындай сыйластық болсын. Құда мыңжылдық дейді ғой, құда емес, туысқан, арқа сүйер бір туысқандай араласып жүре берейік. Гүлімге еш уайымдамаңыздар, Гүлім жақсы жерге түсті. Куәсі өзіммін, осы жерде мен де жүрмін. Абысыным деп жанымда құрбындай сіздер жүре берейік. Тату болып, мама, папа, құтты болсын. Біздің үйге түскен келініміз. Сіздердің қолдарыңыз жарта берейік. Біздің қызығымызды көре беріңіздер. Аман жүріңіздер. Мама мен папа бізге тек келін деп бұлай жұмсаған емес, қызындай көреді, бетімізден сүйіп. Сәлемді салып тұрамыз, бірақ сонда да бетімізден сүйіп, бір күн көрмесек сағынып, әрқашан қасымызда қолдап, қорғап жүреді. Осы кісілердің батасын алып, көктеп, көгеріп жүре берейік. Үлкен кісілеріміз аман болсын. Біздің үйде, біздің әулетте осындай той көбейе берсін. Жастар бақытты болсын, тек жақсылық деймін бәріңізге. Мен саған сыйлаймын. Ал, рахмет. Қошемет ұрып қойыңыздар, қадірлі ағайын, қадірменді той қонақтары. Енді келіңіздерші, мынау енді қадірлі ағайын қазақ айтады ғой, бір елдің өткенін білгің келсе, анау төрдегі қарттарына қара. Ал ертеңін білгің келсе, жастарына қара деген қазақпыз. Неге жастар тілек айтып жатыр, шынайы қуанып жатыр, шынайы сіздерге құрмет білдіріп жатыр. Осы ақ дастархандағы
осы сіздерге қойылған тәтті тағамдар дәмді болсын, жайланып отырсын дейді. Тек қазақ үйіне 10 қонақ шақырса да, 100 қонақ шақырса да алаңдайды. Не жеп, қандай көңілмен қалай отырады екен деген уайым біздің қазақта. Мінекей Асылбек әкеміз бен Гүлнар анамыздың берген тәрбиесі, анау төрдегі ақсақалды ақ самбайлы ата әжелеріміздің берген тәрбиесі осы балаларға, осы жастарға жұққан. Бір қошемет ұрып қойыңыздар. Тектілер тек туады, тектілік тұқым қуады деген бекер айтылмаған. Мінекей Айдосымыздың өзі Гүлім екеуі шындығы керек, бүгін біздің той ғой деп жай ғана үйдің ішінде жүрген жоқ. Осы бәрін жасап, енді келіндік жұмысын атқарып көкінеден шықпай жүрген шығар Гүлім. Дегенмен де Айдос мінекей жалпыңызға жүгіріп жүр ағайын. Бір қошемет ұрып қойыңыздар, жастарға екеу келдірші. Бұрышқа тұрып аласыңдар. Бір қошемет ұрып қойыңыздаршы осы жастарға. Осы екі жастың арқасында екі ұрулы елдің басы қосылып отыр. 6 ұрулы елдің басы қосылып отыр ағайын. Той құтты болсын. Рахмет, ал енді рахмет. Енді осы ортада осы Гүлбаршын деген қонағымыз бар өтеріміз, кім? Қайсы Құдаша ма? Құдаша орныңызға тұрып қойсыз, Гүлбаршын Құдаша ма? Қошемет ұрып қойыңыздар. Және Гүлбаршын Құдағидың қасында, яғни сенің серіктесі, құда баласы біздің Әсет. Осы екі кісінің атынан өнерпаз ұлдарыңыз бір тамаша ән жолдап берсін. Анасы бар адамдар ешқашан жүрегі жырлайды, көңілі ортаймайды. Анасы жақсы адамдар ешқашан қартаймайды. Енді былай істейік жігіттер. Ешқашан қартаймайды. Былай істейік та, әкелерімізше, жоқ, әкелеріміз дейді да, былай істейік. Мен, Мұқағали атамыздың әні бар ғой? Бастайық, жас едім. Ал онда қадірлі ағайын, әкелер, бәрі аналарымыз, анасы жақсы адамдар десек, ойбай әкелеріміз ренжиді ғой. Сонда не? Негізі жаңағы әннің жалғасын күтпеген еді, негізі әкелерімізге де арнап айтайын деп атқан жерден, ән айтып атқан жерден жігіттер мына істейікші деп бөліп жіберген жайттарым бар еді ғой. Рахмет, ал кеттік онда. Қалай шашасың маған айт. Бақтап ұяда, кетпейсің ойдан қиялда. Арманға биік қол созсаң, тұрасың деп жей алған. Өмірің бөлін алаңды, өміріңе балаңды. Шаттықпен жарқын тойыңа, сыйлаймын сазды бұл әнді. Шаттықпен жарқын тойыңа, сыйлаймын сазды бұл әнді. Бәрібір сонда, бәрібірсе мамаларға 3 шумақ, папаларға 1 шумақ дегендей оқығанды. Онда былай істейік, жас жұбайларды айтып келдіңдер, жас жұбайларды айтып келдіңдер. Ал енді жас жұбайларды бәріміз білеміз ғой, кеттік. iPhone ba? Память. Ağır dağlar ne
aydım sırımda buluşu değil. Aymalak yerine doktor Güneşsiz kırmızı Vermiş birge Birge alayım borundan Ağırdan böyle borundan Akıllı koyalım bilmeyi Bakıtlı bolunlar bolunlar Birge alayım borundan Ağırdan böyle borundan Akıllı koyalım bilmeyi Bakıtlı bolunlar bolunlar İkiniz bakıtlı bolsun bir Şapalak sonlar sonlar Aydos Bey'lerin bahtı olsun de Şapalak sonlar Alena kaderim O söylerbazlık ismin Ağzından isteyeyim İsmin Narvik bu Narvik Nur Aslan Hoş emedim koyayım Kajitke kiş Kajit kumasın Sata Sata dedim oldu Löysen Sata Rayınbek Aldan'la Kegin Aldan'la Almat Oğlu'sa Bakanız Oybayı sindir bakınız diyelim Bakanası bir idam yok Жетісу облысы Махалла Саудана Hoş emek Енді былай істейік күшті болды oluyor Енді былай істейік қадірлерім Ердің шоқ болды жаным Ал hoş emek Сосын орнынан жүгіріп шығып қысқа шығып кетпейміз ағай ішкеріміз Ты посмотрела на меня, околдовала ты меня. Ах, это черные глаза, милая, полюбил тебя. Ты посмотрела на меня, околдовала ты меня. Ах, это черные глаза, милая, полюбил тебя. Не говори нет, дорогая, без тебя я жить не смогу. Не говори нет, золотая, тебя найду и крепко обниму. Не говори нет, дорогая, без тебя я жить не смогу. Не говори нет, золотая, тебя найду и крепко обниму. Рахмет, кеңдеріңізге рахмет, осындай концертте. Болады, құдай қаласа үйлерге қайтасыңдар. Рахмет бізге. Жоқ, келіңіздер, рахмет бізге. Ал енді, әнекей, арнамасы бар. Ал мынау айтады ғой, тыңдалмаса сөз жетім. Айтылмаса сөз жетім, тыңдалмаса ән жетім. Мынау енді кішкене мынау жұрт бәрі келейін деп жатқан кездер өте қиын айтуға. Потому что анау нелерді, анау мына пакет нелердің бәрін тыңдамай қаламын деп қорқамыз. Қазақта айтады, нағыз қазақ қазағымыз, нағыз қазақ домбыра деген бар ғой. Сөйтсе анау сыгандар соны естіп қойып айтады дейді. Нағыз сыган емес, нағыз сыган гитара дейді. Мен анау сыгандардан ұрлаған әндерім бар тұғын. Олар жаңағы не қылмайды, подарка бермейді, былайша не қылмайды, тек қана олардан ұрлап алу керек та. Сол жаңағы бір өлеңді айтып берейін. Табар ұқылы небі деген.
Тағымда әуезді әні Мұрат ағамыздың атынан Нури Камал қабыл алыңыздар. Osmanдағы айма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреттен, жаным қандай жайдар еді. Нури Камал, Камалыма, қандай ашық жанарыңа, қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдадым қабағыңай, қарағым-ай. Нури Камал, Камалым-ай, қандай ашық жанарың-ай. Қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдадым қабағыңай, қарағым-ай. Ойың осы, сөзің тәтті, қандай адам сені тапты. Көңілімнің шарасына сыймай тасып сезім жатты. Нури Камал, Камалым-ай, қандай ашық жанарың-ай. Қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдадым қабағыңай, қарағым-ай. Нури Камал, Камалым-ай, қандай ашық жанарың-ай. Қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдадым қабағыңай, қарағым-ай.
Önüm desem hayqırarım, qalay gana çay tabamın. Köpten körüp uçqum kelip, şerdeminde oylamam. Yürek aman, kamalamay, qanday aşağı zanarınay. Қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдадым қабағыңай, қарағымай. Юрекамай, камаямай, күнді ашақ жанарыңай. Қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдадым қабағыңай, қарағымай. Қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдадым қабағыңай, қарағымай. Жаутаңдадым қабағыңай, қарағымай. Екі балаларыңызға қошемет, қос өнерпаздарыңызға құрмет көрсетіп қойыңыздар. Қазір микрофон алып барайық. Прям болсын құрметті ағайын. Микрофон керек емес, тіріде ауыстыра берсек деп атқанбыз. Сен ашыла бастағансың ба? Рұқсат болса енді. Ой, рахмет. Ал Гүлбашы мен Әсеттің атынан тамаша. Болғанбыз деген ән бар емес, бір саяттың деп болғанбыз. Ал кеттік ал. Köşenin aytıp köşeli, oturdum çalınız geçeli. Osalay, biz aşık olgan kezlere. Amanla bokta yaşanlarmış, geçlerine talayım araymış. Sarala baktayı sarılayım, üzerine karşı, önlerine karşı olurlanmış. Alanla boktayı canlanmış, geçlerine talayım araymış. Sarala baktayı sarılayım, üzerine karşı, özlerine karşı olurlanmış. Özlerine kaçıp olulanmış. Жоқ болсын ба?
бұл қимай қалдым мен десем. Ары бет мұны жасай бермеді. Ал осы жерде отырған барша ақжаулық аналарымыздың құрметіне бір ән болсын енді. Осы жерде отырған апаларымыздың құрметіне бір ән болсын. Мына Марат Омаров ағамыздың әні анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Негізгі атауы баласы жақсы адамдар ешқашан қартаймайды. Балаларыңыз жақсы болсын еді құрметті. Барша жақсы аналарға құрметті. Әнекей, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрсем сағынады ойбай тұтырам деп тұтырам шалынсам шағынады анашым бір өзің анашым шағын күлсе алдымда ұзақ жүрсе жүрегімді бұлғайды ешқашан қартаймайды жүрегім жар толғайды көңілім ортаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды ұшырған соң қарымы қияға шығарымы бәйгеге өзің қосқан Әзеге көрсеттерсіз. анашым шалқып күлсе алдымда ұзақ жүрсе жүрегім жыр толғайды көңілім ортаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды жүрегім жыр толғайды көңілім ортаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды Майдалманы кеше ғана 50 жасқа толып анау ауылында 50 жылдық мерекесі болып, сол Оразәлі Досболсыновтың бір айтысында бір қайырымы бар еді, бір оқығаным бар еді. Сол кезде айтылған сөз: алдыңа қайта келдің қалың қазақ, заманы болып жүрген зәлімге жақ. Ешкіде еміс-еміс еркелейсің, біреудің бағындағы талың қажап. Көршінің малаулаға кіріп кетсе, қолап жүріп өлтіреміз айырғадап. Анда-санда бүйрегі бүлк еткенмен, негізі біздің қазақ бауырмалақ деген екен ғой, қадірлі ағайын. Бауырмал қазағым, бүгінгі құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, құдалық құтты болсын деп бір шабалақ сұрақ қояйын. Ал енді қадірлі ағайын, осы өздеріңіздің құрметтеріңізге дайындаған, осы Асылбек әкеміз бен Гүлнар анамыз, яғни әулетіміздің дайындаған екінші ыстық тағамы, ыстық асы дайын екен, соны суытып алмай алдарыңызға тарту етейік. Енді ал ортаға шақырайық. Ыстық. Рахмет. Келіңіз. Ал енді қадірлі ағайын, қазір енді мында бір алғыс ыстық тағам алдарыңызға келе жатар. Енді мен бір ән орындап берейін деп жатырмын. Мына баяғыда сіздердің кездеріңіздегі орындалған ән болған. Бана Алтынай мен замандас ән ол. Бірақ ол әнді ешкім орындамай жүр. Бана ағаларымнан кейін мен де шабытым ашылып.
mendir Tunjurap kara gözüm Sen mağan karab edin Жұлдызым жүзіңнен көгерілген арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өттің сөйттім де ғашық еттің бір ұшқын шашып өттің сөйттім де ғашық еттің осынау жас шағымда айымды аспанында сырыңды жанға ашпаған сыйладың алғаш маған жұлдызым жүзіңнен көгерілген арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өттің сөйттім де ғашық еттің бір ұшқын шашып өттің сөйттім де ғашық еттің Ешкімге айтылмаған жүректе лапылдаған Сенің бақыл жазып қалады Гүлдің ұшып болады Менің сәулем ал менің сәулем Қолақ қолақ сұлу болады
И там оттуда снимай. Успевай везде. Korkut değiliz. Айтсам қуаныш осы кісілердікі көптен күтті. Айтос үйленді, Құдайға шүкір, мен жасын айтпай ақ қояйын деп қыз. Осы күнді көптен күтті ғой. Алла қаласа 9 ай 9 күннен соң немере сүйейік деп армандап отырған қадірлі ағайын, құдағилар, бүгінгі тойларымыздың иесі, бүгінгі Ақтасарханымыздың иесі, осы тойдың иесі Асылбек әкеміз бен Гүлнар анамызға шапалар. Dağılın öyle. Kökülünde kırılmaydım, kökülüm Mandayımdan sıçma ötken zamanda Sazamdan ağlamam Hayda görsek hakkı yekin Kökülünde yata dekin Günüm varsa rüyasına kıyma yok bakar ekin. Hayır rahmet. Енді бұлай бүгін ән айтпадым деген ешкім жоқ. Бірақ Мұрат ағам мен Исламхан аға ән айтады да, басқа ешкім жоқ қой, иә? Жоқ, Атамекенді айттыңыздар ғой, болды. Басқа кім келсін. Ал, Мұрат аға, Исламхан аға, дайындала беріңіздер. Қайсыңыз үлкен, соңыз дайындала беріңіздер. Бірақ енді мен ортаға сіздер үшін арнайы ақ сөзімен бүгінгі тойымыздың иесі. Бәріміз отырайық, бәріміз жайғасайық. 1 минутқа шынды керек. Шырайымыз ғой, иә? Енді мынау қадірлі ағайын, өмірінде бір той көрмей кеткен Төлеген Айбергенов атамызды білмейтін қазақ жоқ. Қазақтың ақиық ақыны бір тойымның болары сөзсіз менің, бірақ қай күн екенін айта алмаймын. Бірақ бәріңді де билетпей қайтармаймын. Оңды ортаға тасталар ұран сондай қайтпайды. Құдалар да бір ән салмай. 25-тің бәрінде сабылдықтам. Ал біздің аналарға қыз үнін сағындыртам деген екен Төлеген Айбергенов атамыз. Бірақ өмірінде бір той көре алмады. Бірақ Асылбек әкеміз мінекей ұл өсірді, қыз өсірді, жақсылық көрді. Құдалар төрінде Алла абырой берсін. 100 жасасын. 100 жасында осы көрген құдалармен тең отырып, бата беріп, тойдың төрінде шөбере чөпшектің тойында отыруға Алла жазсын деген ниеттеміз ағайын. Негізі қадірлі ағайын, бүгінгі Асылбек әкеміз бен Гүлнар анамыздың жайған дастарханы ақ көңілі ұнады ма? Шапалақ ұрайық та, бәрін салапанға назар аударып. Былай істейікші, салапан жүргенде қазақтың сабырсыздығы қатар жүреді. Салапан тастаңыздар. Бұйыртса, жетпей қалса ағам үйден салып береді, анам екеуі үйден. Былай істейік, бүгінгі ағамыз бен анамыздың дастарханы сіздерге деген көңілі ұнады ма? Алын, болсы. Енді Айдос, анамыз бен әкеміздің қасына тұра қалыңыздар. Сіз, білім, анамыздың қасына, Айдос, сен әкемнің қасына. Вот, бұдан кейін екеуің доссыңдар. Бұл екісі патыршқа. Әсетпен уже бар ғой, сендер ұмытылып қалыптыр, сендер жоқсыңдар. Сендер жеке, өздерің бөлек семья. Естек қар, қуанып жатыр. Абысын, негізі ағайын тату болса, ат көп. Ал абысын тату болса, ас көп дейді. Ал абысын вообще тату болса,
расход деген ғой рахмет. Абысындар тату болсын де. Ал абысындар тату болды деген сөз ағайындар ешқайда ажырамайды. Ал енді әке, бүгінгі ата салған сіздердікі, ана бүгінгі құрмет өздеріңіздікі. Сондықтан да екеуіміз келген ел жұрттарыңызға, қадірлі құда-құдағиларыңызға бір алғыс тілектеріңіз, ниеттеріңіз болсын. Алла разы болсын, Нұрсұлтан, мынау ұсынып отырсың тілекті беріп маған. Осы шаңырақтың иесі деп, Асылбек деп айтқаныңа мыңда бір рахмет, Алла разы болсын. Енді айта кететін тірлік, осы көңіл көтеріп, жастардың басын бәрін қосып отырған бірақ себеп, тарихтың бәрін қайталау мүмкін емес. Қарап отырсам, осы жерде осы отырған әрбір жанның бәрі куә. Куә дейтін себебім, осы Талғар ауданы кеңейсін, кеңшілік алсын деген себеппен осы менің есімдегі қателік тұрған шығар 12-13 жылдан бастап мінекей инфраструктура осы бетке аусын деген, осы бет деп отқаным мінекей қазір біз шаңырақта шалқып, билеп, көңіл көтеріп, ішем десем ішем, жейін десем жейін деп, құда десем, қалаған қызымды алам десем мінекей балам бақытты болсын деп, осындай өмірге шалқып билеп отқан, мінекей бәрімізге тәуелді болып отқан, мінекей осы біздің Қазақстанның керемет заңға берілмеген адам, ол адам болмайды. Заңға әркім берілу керек, бағыну керек заңға. Мінекей поддержкілерге өте рахмет. Енді өте толқып тұрмын. Бұл жерде үлкен бір менің жаңағы Марат Омаров, жаңағы бажам сияқты енді жазушы емеспін, бірақ ойымдағы мінекей. Қазір мен ештеңе бәрін тересет тұрмын, бірақ жүректе шыққан бәрін айтайын. Ай өтіңіздер, кішкене 7 минут, 17 минут осы уақыттарыңызды аламын. Никакой регламент не подлежит. Ал көпшілік қауым, мынау айтып отқаным, осы жерде мінекей инфраструктура Талғар бойынша мінекей акимат, сәулет деп бөлінді ғой. Тыңдаңыз, жанар. Ойды бөлдің. Тыңда. 17 минут айтам дегесін отырған. 17 минут айтып болған жоқ қой, Сланбек. Сланбек өлең айтады. Өлеңді айтпайды. Так, 8 сотық бөлінген жер. Осы 8 сотық бөлінген жерде, мінекей, бір емес, екі әулеттің Екі әулеттің жері десей? Жері, мінекей, екі әулеттің өмір жолы жарасып жатыр. Дейтін себебім мінекей, кіші жүз мінекей Асылбек болса, кіші жүз табым болса, ұлы жүздің мінекей Ербол, менің ойдың бәрін бөлдім. Ұлы жүз мінекей Ербол, Нұрлығайымның ұрпақтары өсіп өліп жатыр. Осы, мен енді айтайын дегенім, бір тырнақтай шамалы бірдеңе қалдырып кетсеген деген ойым мінекей. Ойыме 8 сотыққа, әне 7 сотық бар, осы жерде бәр өсіп өліп жатқан. Осындай жақсы тірліктерді өзімнің ойым жақсылықтарды жасап отырмын. Мынау жастарға не айтам, Айдос бері қара. Саған құсың құтты болсын деймін. Бүкіл халық мені қысып отыр. Әңгімені қысқап тезетіп. Мен қалай қысқыртам? Жүрек толқып тұр. Мен емес айтып тұрған. Жүректей шықып алып. Енді қалай қалам? Айдос, гүлің қайда? Шақыр гүліңді. Елге қара, маған қарама. Елге қара. Құдайдың бере сағандары.
алтындарым. Мен мінекей Гүлнар қайдасың? Келіншегім қайда? Мына. Мен уәде бергенмін. Қайсы? 89 жылы пойызға мініп телеужікте үйленіп келдік. Келе жатсақ, пойыздан түнде бір туалетке сол бір, біз қайда баратырмыз дейді, біз үлкен өмір жолына жақсы неге тілекті. Осындай келе жатырмыз дедім. Гүлнар тыңда. Өмір жақсы болады дедім. Бізді көре алмаған адамдар бар, мен жасырмаймын. Жақсы көрген адам бар, ақ жол деген адамдар бар. 3 адам бар. Осының Құдай ағынан беріп, өзінің ақ болса, Құдайың жақ. Мінекей, осы алақанымы ұстайын деп мінекей Гүлнарға уәде бергенмін. Сол мінекей, өмірге ризасың ба? Ризамын, өте ризамын. Алақанымда әр дайым алақанына мен ұстап отырады. Шүкір Аллаға 1000 есе деймін. Осындай Асекең бәр неге бұйырсын. Қыздарға, үйленбеген қыздарға, в общем, бәр бүткіл әйелдерге осындай бұйырсын деймін. Шүкір. Бұдан кейін мен келіншегім Гүлнардан тілек қалдамады. Осы бар тілегі. Енді осыны естіп, бәрін өңгеріп отқан. Мінекей, Айдос, сен не айтасың? Аяғыңа ұстайсың, алақаныңа ұстайсың ба, табаныңа ұстайсың ба? Қане, шын көңілмен айтшы. Алақаныңа ұстап, биікке көтеремін. Құрметті құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мынау сіздер жүздеріңізді бізді бірінші рет Айдос таныстырғанда өте жылы болып, сондай сердечный болып көрінді бізге. Үйге келіп айтып жатырмыз ғой, өте жақсы кісілер екен деп. Сосын Майра құдаша үйге келді ғой, Асылбек айтты. Ничего не знаю, үйге шақырам, ет асам деді. Сонымен Майра бірінші болып, міне жүзі жылы екен. Рахмет сізге. Сосын апаны айтты, апаны атаны айтты. Сіз не переживайте деді. Біздің қызымыз советское воспитание алды. Шаг вперед, а шаг назад ондай жоқ деді. По прямой дороге идет. Біз сөйтіп тәрбиелегенбіз деді. Апасы бар, атасы бар марқұм деп. Так что мен сізді көргенде Майра, сразу жүрегім деген. Все, дедік қой. Рахмет сіздерге за хорошее воспитание. Ар жағын енді көре жатармыз. Шүкір. Мына менің бірінші арба қандай, бірінші дөңгелек қандай болса, мына әселім көзіншен сонда да мақтаймын мен. Ажар құдағи молодец, жақсы тәрбие берді. Осындай тәрбиені менің кімге де көмектеседі енді, уәде береді, қасында жүреді. Уайымдамаңыз, не переживайте. Все нормально будет. Біздің текті әулет, это мынауский әулет дейміз ғой енді. Шүкір. Сіздерге көп рахмет айтамын. Жекжат, туған туысқандарым, бауырларыма, Мұхтар ағаға, Сәрсенбай ағаға, Сламбек ағаға, Клараға, бәрін зажигать етіп атсыздар. Марина тәтей, неше күн қондым дейді осы жақта. Мен үйге қалай кірем? Енді қалай қайтам дейді. Жоқ, қайтам ғой мен. Осының күйеуі, менің күйеуім Жақсылық аға бәрін жылқы алып, бәрін жаңағы еғылып, реттеп берген осы кісі. Жақсылық аға... Екі қойды айтшы. Екі қой бар. Жақсылық аға лично бізден үлкен рахмет. Тек тойға ұлассын, бәр үйде деді осындай той болсын. Негізі бар ғой, мен ойлаймын да қазір. Ақ көңілдердің бар ғой, жүрегінде ештеңе жетпейді. Бәрі екі қойға дейін айта салдыңыз баға. Екі қойды кім берді? Тұршы орныңыздан. Тұрсаңызшы. Сіз ба? Күйеуіңіз берді ғой? Менің жолдасымды шақырып алдым бар. Қазір мен тұрыңыз, жолдасыңыз қайда шақырып алған көрейік. Қай күні шақырып алған деңіз? Орныңыздан тұрыңызшы. Бүгінгі тойымызға да бір керемет сыйы бар. Жоқ, орныңыздан тұрып қойсаңызшы, сіз білмейсіз ба не? Екі қой берген деп отырсыз. Алдыңызда жүрмей тұрып қойыңыздар. Алып бетінен сүйіп қойыңыз, рахмет. Бүгінгі бағана тойымызда сен 18-ден қош деп айтқан апам болатын не? Шынайы қуанып келді. Ал енді қадірлі ағайын, рахмет ниеттеріңізге, тілектеріңізге, осындай адал ақ жүректеріңізге мыңда бір алғыс. Өйткені бағана тойдың басында айттым, тойды бір адам жасайды, 1000 адам
атқарады деген рас. Міне, біздің әкеміз бен анамыз осы Айдос пен Гүлім үйленеді дегеннен бастап туған туысына хабар жіберіп, сауын айтып сүйіншілеп, мен Айдосым үйленетін болды. Гүлімдей текті қызы тауып, текті елдің қызын тауыпты деп, мінекей сөйткен кезде осы ел жұрты болып, енді бір ауыз сөзбен жеткізе кетейін, бәріңіз мақтай бересіздер ғой. Текті елмен құда болдым деген кезде осы әулеттің барша жақындары қалыс қалмай, біреуі сөз көмегін, біреуі өз көмегін, барша жақсылығын көрсеткен осы туған туысқандар. Жаңа құдалар, рұқсат болса, құдаларыңызға бір қошемет ұрып қойыңыздар, сіздер емес. Рахмет. Бүгінгі күннен бастап орталарымызда сыйластық, тек жақсылық жүре берсін деген ниеттеміз. Жақсы күнде жолға беріңіздер. Айтарыңыз бар ма? Мен қысқан айтайын. Осы кешеден бері бүгін тамада жолдастарға өте ризамын. Мынандайға жүргізіп, халықты өзіне бүйіріп алып, осындай концертті қойып, мына отырғаннан Сламбек, Мұхтар, Мұраттар көтеріп жүр. Кеше кім Баян деген кісіміз өмір өлең айтпайтын, ол да шығып жатыр. Сіздің қасыңызда еріп жүрген жаңа кетіп қойған жігіттерге өте алғысым. Сіздердің де алғыстарыңыз шығар. Көп рахмет. Сіздеріңіз тойға ұласып, мынандай нелеріңіз көбей берсін. Құрметті құдалар, ренжімеңіздер, мына күн суық, далада атқардық деп. Негізі біз Папулану ресторан түгіл. Бірақ үлкен кісілер айтты, есік төр көрсету керек обязательно. Сол үшін мына ұлымыз күзде үйленбей, ендігі жылы үйлен деп айтсақ, сөйтсек, может он передумает. Сонымен айттық, пусть железо, пока горячо. Сонымен Главный, екі жас ниеттенді, ниетімізге қарай күн жылы болды, дұрыс па? Ешкім жаураған жоқ қой. Мен таныстырмаппын ғой, Құдеке ұят болған екен. Мен өзімді қысқа таныстыра өтейін. Мен мына сіздерге бөтен емеспін, қазақтың баласымын. Алматы облысы Райымбек ауданы. Райымбек Қантайғырдың етегінде Қарасаз дейтін ауыл бар, Нарынқолға қарасты. Мұқағали Мағатаев атамыздың ауылы. Сол Мұқағали атамыздың ауылында 1993 жылы 12 айдың 25 күні Мұқағали Мағатаев көшесі 38-ші үйде таң сағат 6-тан 25 кеткенде өз еркімен дүние келген. Тоқтасының немересі Бейсенбектің ұлы есімім Нұрсұлтан болады. Достарым мені елбасы деп еркелетеді. Өмірімде 89 ғана кітап оққан, 6 жыл болды үйленгеніме кітап оққан жоқпын. Өйткені мен анау кіші жүз 12 ата байұлы Таз дейтін елдің қызын алдым. Кіші жүздерге күйеу боламын деп соңында айтайыншы. Кіші жүздерге күйеу боламын. Кешен айтқан жоқпын, бүгін айтқан жоқпын, тойдың соңында бірақ айтып жатырмын. Кіші жүз еліне күйеуімін, ұлы жүз еліне баламын ағайын. Аман есен болыңыздар, той құтты болсын. Бірақ қазақта сөз бар, кімнің арбасына отырсаң, соның әгугайына басасың дейді. Бүгін Асылбек әкемнің арбасында Гүлнар анамыздың шанасында отырған жайым бар. Аман болыңыздар. Ал, рахмет түсіңіз. Ал. Сіз екеумізді бір алып неғып жүріңіз ба? Қинал жүріңіз. Рахмет. Бұл үстінде енесі таз екен, менің атам тасы. Рахмет, аман болыңыздар. Бірақ қазақтың бөтені жоқ. Құдайға шүкір, аман есен болайық. Сұраса келе қарын бөле болып шығамыз, апамыз айтпақшы. Аман есен болайық. Сау болайық. Былай істейік. Аяқ қолымыз ауырып, жаурап кетті деген кісілер үйге. Ал билейік деген кісілер де үйге. Бір-екі бүй болсын деген ғой. Ал оны қадыр ағайын. Тойымыз өткен жоқ. Енді ортамыздағы біздің сар сүйек құдамыз бар, үлкеніміз. Айналайын құда жекжат. Туған туыстар. Мұндағы тойшыл қауым. Міне бүгін Асылбек құдамыз бен Гүлнар құдағиымыздың үлкен дастарханында басымызды қосып, міне анау түстен бері осы өзінің туған бауырларымен, туған туыстарыменен, құда жекжаттарыменен
міне құдасын құдайдай сыйлайды деп бізді төрге шығарып, міне бүгін өте көңілді, қызықты, сондай мардымды той жасап, біздің көңілімізден шығып, сондай сыйға бөледі. Айналайын Асылбек, рахмет саған. Басымыз дейміз. Мың жерден құда болсақ та. Енді бұл мәселе жеген ішкенде емес. Мәселе мына бүгінгі тойдың мазмұны. Осы мына ағайындардың татулығы, құда жекжаттың мыңжылдығы, мынау ынтымақтығы, міне бүгін соның барлығын көрсетіп отырсыңдар. Міне соған мыңда бір ризамын. Мен міне басынан аяғына дейін отырмын ғой. Ақырын байқап отырмын. Айналайындар осындай ауыз бірліктерің, осындай татулықтарың, осындай мыңжылдықтарың ажырамасын, ұзағынан болсын. Ыңғай осылай балалардың қызығына тоймай жүре берейік. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Енді аумин. Мынау Қызылорда жақтан алыстан ат шаптырып келіп жатыр. Тағы басқа алыстардан келіп жатыр. Ел жұртымыз, халқымыз мына жастарға арнап бір бата берейін. Я Құдайым оңдасын. Оңдағанның белгісі қайырлы боп, бастарыңа бақ береке орнасын. Аман болсын мал басың, еккен егінің солмасын. Алабота баспасын, атамекен ордасын. Қалқым тіккен орданы періштелер қорғасын. Тіккен туы қалқымның көкке сәлем жолдасын. Баса көктеп жайылымға бөтен көштер қонбасын. Орта толы бұрысқа бақ береке орнасын. Осы отырған көпшілік ақбатамды сыйға алсын. Ел сенімін ақтайық, арамызда жік болмасын. Қапаланып қария, қатты ойға шомбасын. Бесіктегі бөбектің бақай шығып тоңбасын. Асқар таңшуда мына жастарымыздың қанаттары талмасын. Бақытташтың қақпасын, мәңгі оны жаппасын. Пәле жана қалқымды іздесе де таппасын. Көш бастаған көсемдер алға тартсын арбасын. Сөз бастаған шешендер әділеттен тамбасын. Осы берген ақбатам Құдайдың құлағына шалынып, халқымды, жұртымды, осы құда жекжаттарымды пәле жаладан, табиғат апатынан сақтасын. Мынау Қызылордадан, басқа жерден келген құдаларым, міне қайтатындарың ақ жол болсын. Мына тойымыз тойға ұлассын. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Аумин. Ал орнымыздан тұрмай, қадірлі ағайын. Міне шынды керек. Анау министр депутаттыққа бар ғой. 80-дегі шал-шауқандарды апарғанша өзіңіз сияқты бата беретін, елдің қамын ойлайтын кісілерді апару керек қой. Қандай керемет бата. Мен жылағым кетпеді, шынында керек. Ұрпаққа деген амандық, ұрпаққа да қазақ еліне деген тілеу. Ал енді мен Құдеке, тағы да бір құдамыз бар, өзіңізбен қатарласыз. Шаштарыңызда иқасып тұр, тілдеріңіз иқасып тұр. Әбдіғали құдамыз бар ғой. Осы кісіден де бір бата алайық. Қандай керемет бата, мен құдамның батасына көңілім босап кетті. Негізі Алла амандық берсін бастарыңыз. Ал Әбдіғали құда өзіңізден. Аумин. Мен енді көп айтамайым, бірақ басымызға амандық, денсаулығымызға амандық, басымызға дастарханға береке. Барлықтарымыздың денсаулықтарымыз мықты болсын, ауырмай сырқамай осыларды шапқылап жүре беріңіздер, олақтарға дерт бермесін. 2 жас бәріміздің басымызды қосып отыр, аман болсын. Құда 1000 жылдық, енді күйеуді жылдық демейік, одан да асып кетсін. Осы үйде өбірлі-шүбірлі бала шаға болсын. Асылбек құдам осы жерде сол бала шаға бағып отырсын. Әумин, әумин. Келген батаңыз қабыл болсын. 1000 жылдық құлалықтан асып кетіңіздер. Мәңгілік болсын. Ал қадірлі ағайын, тойымыз біткен жоқ. Аман сау болыңыздар. Келесі көріскенше күн жақсы сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық телеарнасы
Қазақстан Республикасының жазушылар демей ақ қой, осы бір Талғар ауданының аудандық жазушылар одағының мүшесі Бейсенбек Нұрсұлтан тоқтасын егер. Аман болыңыздар.
Yarımızda bitmesin. Yarımız